Сәлем достар, сіздермен Әлем Лайф және жүргізуші Әлімжан Тасболатұлы. Алматының орталық стадионындамыз және бүгін бізде тарихи ойын Қайрат пен Селтик арасындағы ойынға 2 сағат қалды, бірақ дәл осы стадионға жанкүйерлердің келіп жатқанда көретініміз. Алматы қаласында бүгін тарихи оқиға Чемпиондар лигасының әнұраны шырқайтын болады және осы қызықты ойыннан біз үміттеніп отырмыз. Чемпиондар лигасының негізгі кезеңін шығамыз деп, және влогты тамашалаңыздар, қызық болады. Олай болса, кеттік достар. Ал достар, көптен күткен Чемпиондар лигасының әнұраны Алматы қаласында. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, дәл осы жердегі бір 70% адам үшін бұл тарихындағы өзінің алғашқы Чемпиондар лигасының әнұраны болуы мүмкін. Ал біздің жігіттер шығып келе жатыр. Бұл әлі толықтай Чемпиондар лигасының кебін емес. Әлі қызықтың бәрі алда болады. Себебі бұл басы ғана. Міне бізге де жалау келді. Ал достар, міне ойынымыз басталды. Және бірден Селтик ойыншыларын дәл осылай сықырықталғанда көріп отырсыздар. Алғашқы қателік. Өздеріңіз көріп тұрғандай толыққанда Чемпиондар лигасының идентикасы және де Чемпиондар лигасының жарнамаларында көріп тұрсыздар. UEFA Champions League тіпті борттарда жаңаланған бик борт екенде көріп тұрсыздар. Және Темірлан Манарбеков осы жерде. Аяқталды, есеп 0-0 және Қайрат енді бұл жерде шынымен алаңгерлері бірінші нөмірі болып ойнап жатқанда көріп отырмыз. Мүмкіндіктер болды 1-2, бірақ жігіттердің асығысып болып жатыр. Қазір бас дәл осылай жалғастырып гол аға соңында болады. Және міне валына кетті қазір. Толқын болып жатқанда көріп отырсыздар. Стадион лық толы, біз айтпай өте алмаймыз, бірақ десекте атмосфера қандай да болсын алаңда керемет болып тұр қазір. Жүрек бір дүрсетті қалды ағайын. Жүрек бір дүрсетті қалды, бірақ офсайд екен бұл жерде. Рикардиньоның кәдімгідей сөз жоқ. Жаңадан бері құрдопқа елік етіп жатыр едік. Қазір енді мүмкіндіктер пайда бола бастады. Яғни соққылар бағыттай бастадық біз. Бұрыштама да болады қазір. Өте қауіпті айып соққысы. Селтик үшін бұл енді керемет мүмкіндіктердің бірі. Біздің жігіттер өз орнында. Есепте шабуыл екінші леппен жалғасады. Тағы да бір қауіпті айып соққысы. Грамотер топтың жанында. Әулеткен пас. Мартин Новичтің ортаға қарасырған пасы. Және... Жоқ, Сорокин. Бұл жерде көзі бүйігі жоқ. Пенальти қойып беретін. Соңғы 45+1 минутта Селтиктің шабуылын көрдіңіздер. Жаңағы сәтте Сорокиннің доп қолына тиді, бірақ прижаты болды. Ешқандай пенальти жоқ. Достар, екінші тайм басталды қазір. Есебіміз 0-0 және де екінші таймнан күтер үмітіміз көп. Себебі қазір Рафаэль Оразбақтың жігіттермен енді дәл осы Селтиктің бүгінгі қорғанысындағы бір әлсіз тұстарын шешкендей және өз мүмкіндіктеріміз бар кезде қатты бір асып баутта сұрағанда, қазір өз матамыз керемет пасы. Бірақ бұл жерде
айып соққысы болу керек бұл жерде. Негізі артқа қарай пас асырылған болатын. Және Шмейхел бұл жерде қолмен ойнады, ал төреш не деп жатыр? Офсайд болды деді ме? Не дейді қазір? Рикардиньо допты алып алған, не де болса. Айып соққысы орындалатын сияқты, иә? Айып соққысы орындалу қажет қазір. Топ қолға тигендей болды. Вар қаралады. Ал қазір допты алған жерін шығарып тастады. Міне, төреші қазір үзіліс алу қажет. Вар қарау керек қазір. Громыко жалғыз өз допты тартып алып, соққы жасаған еді. Қазір бұштама добын көретін боламыз. Ал енді Мартинович пен Сорокинмен сөйлейтін кезі қазір. Қазір жарақат алып қалды. Оның Дамир Қасаболат шығады қазір. Дамир болмасында керемет өнер көрсетіп жүргенді білеміз. Бүгінде сол өнерді көрсетеді. Әрі қарай жалғас Брэндон Роджерс инглиспен Айдан дайындап тұр қазір алаң жегіне. Ал біздің жігіттер кезекті шабуылға шығып бара жатыр. Еркін Тапалов. Еркіннің әуелеткен пасы. Скайлз өз орнында. Ал мұнда тіпті Форестер қонақ қорғанысқа келген екен. Есебелде 0-0, біздің жігіттерде енді екінші таймда ширақ ойнап жатқанда көрініп, Селтик шаршап бастады. Және дәл қазір 20 минут бар енді біздің өз мүмкіндігімізді қолдануға, болмаса экстра тайм көретін боламыз. Рикардиньоға абай болу керек, Айдан ұстап тұрғанда көп тұстар. Алаңға Рамазан Бағдат шығады және Рикардиньоны алып тастап жатыр, иә. Рикардиньо кетіп бара жатыр, шаршап қалғанда көріп отырмыз. 10 минут бойы Селтик шабуылдап жатыр. Сол үшін ауысым керек, міндетті түрде. Я Рамазан Бағдат тәжірибесі жоқ шығар, бірақ жаңа ойыншы қажет. Әйтпесе, тағы 10 минут Селтик шабуылдаса, келесі шабуыл голға айналуы мүмкін. Достар, біз жалпы бір параллель жүргізген жақсы көреміз ғой. Дәл осы стадионда өткен жылы енді Астана мен Бран ойнаған кезде Рамазан Кәрімов алаңға шығып, керемет сенсация жасаған еді. Астананы конференция лигасының жалпы кезеңіне шығарған. Ал қазір енді алаңға Рамазан Бағдат шығып отыр. Ол да Қайрат футбол клубының академиясының түлегі. Кәрімов та дәл солай. Көрейік. Матаны әуелеткен пасы. Жоржиньо! Селтиктің шабуылдары бара-бара өте қауіпті болып бара жатыр. Біздің жігіттерден жауап жоқ, қазір біздің жігіттер шаршап бастады уже. Дәл осылай қол шапалақтайтындай соққы болды. Громыконың астынан оң аяғымен бағыттаған соққысы. Бірақ әлі де дәл сол қақпаға ұшпай жатыр. Қақпаға ұшқаннан бір бөлек қақпаның ішіне кіру керек бізге. Өте қауіпті айып соққысы қазір. Өте қауіпті. 9 минут уақыт қалды. Дамир Қасаболат. Дастаны қараңыздар, саусағынан саусақ қалдырмады, бәрін жеп тастады қазір. Бұл саусағын жеп тастағанда көріністі. Еркін Тапалов кетеді алаңнан. Оның орнына Юг Становев шығады қазір.
Erkinge ешқандай бұл өкпеміз жоқ, керемет ойнады. Жарақатынан айыққан Луиш Мат алаңнан кетіп бара жатыр. Оның орнына Олжас Байбек шықты. Менің жерлесім шардаралық жігіт. Олжасты жалпы не үшін шығарып жатқанда түсіндіре кетейік. Олжастың пенальти жақсы себетінен білеміз. Дәл осы қайрат жастарындағы негізгі пенальти орындаушы. Оразбақтың не түсіріп жатыр. Дәл сол естеріңізде болса, Слованға да қарсы Олжасты шығарғысы келген еді, бірақ ойланып қалған болатын. Ал бүгін енді Олжасты алаңда көретін боламыз. Және пенальти сериясы болып жатса, міндетті түрде алғашқы 5-шінің қатарына кіреді. Дәл осындай атмосфера, керемет атмосфера орталық стадионда және шешінші сәт 10 минуттан кейін көп жоқ дегенде, біз көп дегенде біз қуанып жатармыз. Дәл осы жерде секіріп, бір-бірімізбен құшақтасып айғайлаймыз, немесе өкініп қайтатын боламыз. Барлығы пенальти сериясын шешіледі. Бар үмітіміз сенде, Темірлан. Валера! Валера! Қайтадан Темірлан Анарбеков. Темірлан, же! Әдемі. Ештеңе қылмайды. Макгрегор. Сенімді орнады Макгрегор. Капитан. Бір гол қалды. Бір гол немесе бір сейф. Бір гол немесе бір сейф. Сонымен біз Чемпиондар Лигасының топ кезеңіне шығамыз, бірақ әлі ерте, жігіттер, ерте. Спорттан қарады осы ойынды. Ойын алдындағы студияда айтқан едім, Темірлан үшін сен футболшы болсаң, бұндай күндерді армандайсың деп. Темірлан, жарайсың. Достар, ойын аяқталды. Тарих көз алдымызда жазылды. Бұл ойында барлығы болды. Эмоция да, көз жасы да, уайымдау да, Темірлан Анарбековтің керемет сейфтары да, және бұл футбол. Футболды біз неге жақсы көреміз? Сені сендірмей тұрып, сені өлтіріп тұрып қайтадан тірілтетін спорт түрі. Темірлан Анарбеков 3 бірдей пенальтиді. Қазақ тарихында бұндай қақпашылар көп. Құралбек Ордабаевтың өзіне тұрады. Дәл осы Құралбек ағамыздың да жолын қуып, Темірлан бүгін керемет сейф жасады. Қайрат Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңінде бұл ресми түрде, және де біз енді Реал, Барселона, ПСЖ, Челси, Арсенал футбол клубтарды дәл осы Алматыда қабылдайтын боламыз. Осы блог сіздерге арнайып түсірген Әлім Лайф YouTube арнасының Әлім Жартас болады. Достар, сенейік, сенімізді біраз жаққа жетелейді. Сау саламатта болыңыздар.